Адамның нағыз байлығы жинаған мүлкі емес, қиын сәтте жанынан табылатын адамдардың саны, олардың шынайылығы және сенің оларға деген ықыласың. Бұл өмірде бәрі жоғалады, бірақ жүрекке әсер еткен адамдар мәңгі есте қалады. Кейде тыныштық ең үлкен жауап болады. Өзіңді дәлелдеп әуре болма. Себебі уақыт бәрін өз орнына қояды. Шындықты қорғаудың ең мықты жолы үнсіз әрекет ету, сабыр сақтау және өз жолыңнан таймау. Сен өзіңе сенбегенде, ешкім де саған сенбейді. Өз армандарыңа сен, тіпті олар қазір мүмкін емес сияқты көрінсе де, себебі шынайы сенім кедергілерді бұзатын ең мықты күш. Ал жүрекпен сенген нәрсе ерте ме кеш пе орындалады. Өмір бойы бәрін бақылап отыруға тырыспа. Адамдар кетеді, жоспарлар өзгереді, кейбір армандар орындалмайды. Бірақ сен өзіңе, Аллаға, жақсылыққа сенуді тоқтатпа. Өмір күрделі, бірақ сенің жүрегің одан да мықты. Біреуге жасаған кішкентай көмегің сен үшін ұсақ нәрсе болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол адамның өміріндегі үмітті қайта оятып, сенімін қайта қалпына келтіретін үлкен іс болуы мүмкін. Сондықтан қай кезде де мейірімді бол. Себебі сен білмейтін біреудің үміті сенің ісіңе қарап шешілуі мүмкін. Бір сәтке тоқтап, өміріңе шынайы қарап көр. Сен де бар нәрсені бағалап отырсың ба? Сенің армандап жүрген өмірің біреудің дұғасындағы шындық болуы мүмкін. Сондықтан қазірдің өзінде шүкір етуді, әр сәттен рахат алуды ұмытпа. Кейде адамдар сенімен тек өздеріне қажет кезде ғана байланысқа шығады. Олар сенің жақсы ниетіңді пайдаланады. Бірақ бұл саған ашулануға себеп емес. Бұл адамдардың қандай екенін көрсететін, ал сені тек күшейтетін өмір сабағы. Жақсы болудан бас тартпа, тек шекара қойып үйрен. Адам баласы өмірде бәріне дайын бола алмайды. Қанша жоспар құрып, қанша ойласаң да, тағдыр кейде өз жолымен жүргізеді. Бірақ бұл сен жеңілдің деген сөз емес. Бұл саған берілген жаңа мүмкіндік, жаңа жол, жаңа сынақ. Өмірдің әр бұрылысы жаңа сабақ. Жетістікке жету бір күннің, бір жылдық жұмысы емес. Бұл күнде таңертең ерте тұрып, өзіңмен күресіп, бүгін тағы бір қадам жасаймын деген ішкі уәденің нәтижесі. Сенің көрінбейтін, ешкім бағаламайтын, үнсіз істеген еңбегің ертең сені биікке шығарады. Жүрегіңе ауырлық түскенде, оны адамдардан емес, Алладан жеңілдік сұра. Әр сәт мүмкіндік. Қазір басталмаған іс ертең тек өкінішке айналуы мүмкін. Өмірдегі ең қиын нәрсе өзіңді жоғалтпай, айналаңа болып жатқан әділетсіздікке төтеп беру. Кейде сені түсінбейді, ал кейде сені пайдаланғысы келетіндер табылады. Бірақ сенің ішкі тыныштығың мен жүрегіңнің тазалығы сені бұл дүниеде биік ететін ең басты қасиет. Мақтанғаныңша үндемей жүріп ісіңмен дәлелдегенің абзал. Сыртыңды емес, ішкі әлеміңді тәрбиеле. Нәтижесін бәрібір өмір көрсетеді. Бір ауыз жақсы сөз адамды тірілтіп жіберуі мүмкін. Сондықтан сөз таңдауда абай бол. Өмір сынақ. Кейде жоғалтып барып бағалай бастаймыз. Жүрекпен істелген іс сынайы болады. Ақша үшін істелген іс бір күні тозады. Сенетін адамды жоғалту байлықтан айырылудан да ауыр. Өзіңе не тілесең, өзгенің де соны қалайтынын ұмытпа. Ата-анаңды тірі кезінде қадірле. Көзі кеткен соң айтылған сағыныштың пайдасы жоқ. Біреуді жамандап абырой жинай алмайсың. Өзіңді түзесең, сол нағыз абырой. Адамға қанша білім берсең де, жүрегінде ізгілік болмаса, ол надан күйінде қалады. Уақытыңды құр босқа өткізбе, өйткені жоғалған байлық қайтады, ал уақыт қайтпайды.
Қиналғаныңда жанашыр болғандар шын достар, қуанышта қасыңда болу оңай. Ұлы арман үлкен еңбекпен келеді. Армандай біл, бірақ әрекет етуден қорықпа. Сөз адамның айнасы. Адамның кім екенін сөзі мен ісі анықтап береді. Өмірде бәрі өтеді, қайғы да, қуаныш та. Бірақ қай кезде де сабыр мен шүкіршілікті ұмытпа. Жақсы адам күн сияқты, өзі жарық шашып, айналасын да жылытады. Адамның ұлылығы байлығымен емес, қиын сәттерде адам болып қала білуімен өлшенеді. Кешірім әлсіздік емес, жүрегі кең, рухы мықты адамның қасиеті. Адалдық пен ниет адамды биік етеді, ал өтірік пен сатқындық рухты өлтіреді. Бақыт үлкен үй мен қымбат киімде емес, бақыт сені түсінетін, қолдайтын адамдардың жанында. Жақсылық жасаған адам алғыс күтпейді, өйткені оның жүрегі риза болудан артық марапат іздемейді. Уақыт бәрін орнына қояды, тек сол уақытты сабырмен өткізе білу шын ақылдың белгісі. Көп нәрсе білгің келсе, тыңдай біл. Ал ақылды болғың келсе, сөйлеген сөзіңе жауап бере біл. Өзіңе деген сенім өміріңнің іргетасы. Оны ешкім сен үшін қаламайды. Өзің қалауың керек. Өмірдің мәні байлықта емес, жүректен шыққан жақсы сөз бен шынайы қарым-қатынаста. Ақылсыз адам өз қателігін қайталап, тағдырды кінәлайды. Ал дана адам қателігін мойындап, өмірден сабақ алады. Адамның ең үлкен байлығы жүрегі, таза, ниеті түзу, сөзі шын болуында. Бір сәттік ашу 1000 күндік өкінішке себеп болуы мүмкін. Сондықтан сабыр ең ұлы күш. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.